Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өлшеулер және өлшеу аспаптары және олардың негізгі анықтамалары мен осы өлшеу мен өлшеу аспаптары туралы ұғымдар. Өлшеу дегеніміз не? Яғни өлшеу дегеніміз белгілі бір физикалық шаманың мәнін өлшеу жабдығының көмегімен анықтауды айтамыз. Өлшеу жабдықтарына не жатады? Яғни оған мөлшерленген метрологиялық қасиеттермен бөлінген техникалық жабдықтар жатады. Өлшеу жабдықтары қатарына жататындар физикалық шамалар, эталондар, үлгілі өлшеу мөлшерлері, үлгілі өлшеу жабдықтары және жұмысшы өлшеу жабдықтары жатады. Физикалық шамалар эталондары дегеніміз бұл ресми түрінде физикалық шамалар эталондармен бекітілген ең жоғары болуы мүмкін дәлдікті қамтамасыз етуге негізделген өлшеу жабдықтары немесе өлшеу жабдықтарының кешенін айтамыз. Үлгілі мөлшерлер дегеніміз бұл берілген физикалық шаманы қамтамасыз етуге негізделген үлгілі өлшеу жабдықтары жаңа айтқандай негізделген өлшеу жабдықтар жатады. Үлгілі өлшеу жабдықтары көбіне үлгі есебінде бекітілген мөлшерлер, өлшегіш аспаптар немесе түрлендіргіштерді айтамыз. Жұмысшы өлшеу жабдықтарына, яғни ол физикалық шаманың беруімен байланысты емес деуге болады, өлшеуге қолданатын мөлшерлер, құрылғылар немесе аспаптар. Өлшеу түрлері және әдістеріне нелер жатады? Олар мысалға өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін бұның қажеттілігіне мына нәрселер жатады десек болады. Мөлшерленген жаңа айтып кеттім, яғни бұл физикалық өлшеу әдісі, сонымен қатар өлшеу жабдығы, жұмысты атқарушы өлшеу жұмыстарының атқару жағдайы дегендер жатады. Өлшеу түрлерін айтатын болсақ, мына алдарыңызда тұрғандай өлшеу қондырғысы, осы өлшеу түрлеріне мыналар жатады деуге болады. Өлшенетін мән уақытқа байланысты өзгеру сипатына байланысты өлшеу әдістері деп те бөлінеді. Және статикалық өлшенетін мән, яғни уақытқа байланысты тұрақты болып келеді. Дене өлшемдері тұрақты қысым деген сияқты. Және сонымен қатар динамикалық өлшенетін мән де болады. Бұл яғни динамикалық өлшенетін мән өзгермелі және уақытқа байланысты өзгереді десек болады. Олар ненің әсерінен болады? Дірілден, өзгермелі қысымның әсерінен болуы мүмкін. Және өлшеу нәтижелерінің табуына байланысты өлшеу теңдеуі түріне байланысты және өлшеу тәсілдері болып осылай бөлінеді десек болады. Және тікелей өлшеу, яғни өлшеу нәтижесін тікелей оқып анықтау, яғни бұл бұрыш өлшемінің мәні бұрыш өлшегішпен диаметр өлшемі, яғни штанга циркул деген сияқты штанга құралдарымен анықталатын нәрсені айтамыз. Салмақты таразымен өлшеу деген сияқтылар. Жанамалы өлшеу деген бар. Яғни жанамалы өлшеу нәтиже бір белгілі осы мән бойынша мысалға мәндер арасындағы байланыс арқылы бұрандама орташа диаметрі, яғни өлшемін 3 сым арқылы, жаңа айтып кеткенде бұрандаманың орташа диаметрі өлшемін 3 сым бұрыш мән синустық сызғыштың көмегімен дененің қаттылығын, яғни Брейнель немесе Роквелл өлшеу қажеттілігі бойынша анықтауға болады. Мына алдарыңызда тұрған, яғни осы өлшеу қондырғыларының біреуі динамометр, немесе таразы, манометр, термометр, мензурка деген сияқты қондырғылардың көмегімен өлшеуге болады деген сөз. Жиынтық өлшеу өлшем бірлігі әртүрлі немесе бірнеше өлшемдерді бірден тікелей немесе жанамалы өлшеп анықтауға да болады. Өлшеу нәтижесінде мәндер арасындағы функционалдық байланысты орнатуға болады. Мысалға, дененің ұзындығына қатысты температура, қысымға байланысты өткізгіштік, дене электр кедергісінің қысымға байланысты қайнау және балқу температурасының өзгеруіне байланысты өлшеуге болады. Сонымен қатар қосынды өлшеу деген бар. Яғни қосынды өлшеу дегеніміз бірлігі бірдей, екі немесе бірнеше өлшемдерді әртүрлі мөлшерлерді қолданып қайталап өлшеу арқылы табуға болады. Қосындыны, яғни өлшеу нәтижесінде не табады? Яғни қосындының өлшеу нәтижесінде тікелей өлшеу нәтижелері бойынша құрастырылған теңдеулерді, яғни біріктіріп шешімін табу арқылы анықтауға болады. Мысалға, таразы тастары жиынтығындағы жеке тас салмағы белгілі бір тас арқылы немесе әртүрлі жинақталған тастардың салмағын
тікелей салыстыру арқылы анықтауға болады. Өлшеу нәтижесінің дәлдігін қамтамасыз ету жағдайына байланысты өлшеу әдістері мынадайды бөлінеді деуге болады. Мысалы, қазіргі кезеңде көбіне мысалға техника деңгейіне байланысты максималды мүмкіндікті дәлдікпен өлшеуге болады. Бұл өлшеулердің қатарына жаңағыда айтып кеткендей эталондық өлшеулер жатады. Мысалға, физикалық тұрақты, яғни еркін түсу үдеуінің абсолютті мәні жатады бұған. Бұл өлшеулер қатарына кейбір жоғарғы дәлдікті талап етуші арнайы өлшеулер де жатады. Сонымен қатар жаңағы орнатылған қателік ықтималдылығымен кейбір берілген мәннен аспайтын бақылауда жатады. Бұны яғни тексеру өлшеулері деп айтады. Көбіне стандартты енгізу және орындау өлшеу техникасының және зауытта жасалынған өлшеу лабораторияларының күй жағдайын қадағалауы жүктелген жаңағыдай мемлекеттік лабораториялар бар ғой, сол лабораториялары да орындайтын өлшеулер осы қатарға жатады десек болады. Өлшеу қателігі, яғни өлшеу жабдықтарының сипаттылығымен анықталатын, көбіне жаңағыдай айтып кеткендей сипаттамалармен анықталатын техникалық өлшеулер болады. Яғни бұл өлшеулерді машина жасау саласының көбінде кәсіпорындарында өнімдермен шығару кезінде көбіне осыны жүргізіледі, осыны пайдаланады деуге болады. Сонымен қатар тағы да бір айта кететініміз, өлшеу нәтижелерін көрсету тәсілі бойынша өлшеулер көбіне абсолютті және салыстырмалы болып та бөлінеді. Абсолютті өлшеулерге тоқталатын болсақ, осы абсолютті өлшеулер кезінде мәндерді тікелей өлшеу немесе физикалық шамаларды қолдануына негізделген десек болады. Яғни бөлшек өлшемін жаңа штанга мен құрал немесе шамаларды қолдануға негізделген деуге болады. Бөлшек өлшемін штанга, құрал немесе микрометр көмегімен анықтауға да болады. Күшті өлшеу үшін масса мәнін өлшеу және еркін түсу үдеуін қолдану арқылы да табады десек болады. Және тағы да бұдан басқа салыстырмалы өлшеулер бар, бұйымдарды өлшенетін параметр жиынтығы да бар, жеке көрсеткіш өлшеулер бар, кешенді өлшеулер де бар. Мысалға, абсолюттік өлшеулердің кезінде мәнді тікелей жаңа айтып кеттім, өлшеу немесе физикалық шамаларды қолдануға негізделген десек, ал салыстырмалы өлшеулер кезінде мысалға аттас өлшем бірлігі болып немесе оның жаңағыдай орнына алынған өлшемін анықталатын өлшемді айтуға болады. Бұл шетті өлшемдер бойынша келтірілетін ішкі өлшемдерді, яғни өлшегіш аспаптың тесік өлшемін, білік өлшемін деген сияқты рычагты қапсырмамен анықтау арқылы салыстырылып отырылады. Сонымен қатар жаңа айткенде бұйымның өлшенетін параметрлер жиынтығына байланысты өлшеулер әдістері, яғни көбіне жеке көрсеткішті және кешенді болып та бөлінеді десек болады. Жеке көрсеткіштерге тоқталатын болсақ, жеке көрсеткішті өлшеулер кезінде элемент әрбір параметрін өлшейді, яғни цилиндрлік біліктің жаңа көрсеткендей, яғни көрсеткішті өлшеулер кезінде элемент көбіне әрбір параметрлерін жеке өлшейді. Жеке көрсеткіш өлшемдерде бұл көбіне цилиндрлік сопақтығын, қырлылығын, эксцентрлігін немесе жаңа кілтекті біріктіруді өлшемдердің кезінде қолдануға болады деуге болады. Ал кешенді өлшемдер деп жатқанымыз, яғни осының кезінде, кешенді өлшеулер кезінде сапаның қосындысы, яғни көрсеткішін анықтауға болады. Бұл физикалық мән емес, осылай анықтауға болады. Өлшеу әдістеріне тоқталатын болсақ, өлшенетін өлшемдер мәндерінің анықтауының негізгі екі әдісі бар: тікелей бағалау әдісі және мөлшерлемен салыстыру әдісі деуге болады. Тікелей бағалау әдісі бойынша мысалға өлшемнің көбіне мәнін аспап өлшеу қондырғысы бойынша тікелей анықтауға болады. Бұны сызғышпен өлшенген өлшем ұзындығы микрометрмен анықталған бұйым өлшемдері осыған жатады тікелей бағалау әдісіне. Ал мөлшерлермен салыстыру әдісі бойынша, яғни өлшем мәнін мөлшер өлшем мәнімен салыстырып отырады. Мысалы, микрокатырлы нөлдік сызықшаға шетті өлшемдер көмегімен орнатады да, одан кейін осы өлшенген өлшем дәлдігін осы нөлдік сызықшадан ауытқуы бойынша қорытындылап отыруға болады. Сызықтық өлшемдерді өлшеу кезінде көбіне жоғарыда көрсетілген әдістерден басқа түйіспелі және түйіспелі емес өлшеу әдістері де болады. Түйіспелі емес өлшеу әдісі бойынша өлшеу аспабы көбіне бөлшек бетімен түспейді, сондықтан оларды беттерінде көбіне деформация болмайды. Осы себепке байланысты бұл әдіске қолдану, яғни қолдануға
үлесін мол деуге болады, яғни үлесін қосады деуге болады, яғни икемді, яғни немесе тиімді деп айтуға болады. Бұл әдіс негізінде өлшеуші микроскоптар, өлшеуші проекторлар немесе пневматикалық ұзындықтарды өлшегіш жұмысын атқарады. Қазіргі заман машина жасау саласында көбінде бөлшектер пішіндері күрделі болып келеді. Мынау жаңа сіздерге көрсетіп кеткен физикалық құралдар, телескоптар, секундомендер, микроскоптар, термометр, таразы деген сияқты мынау жаңағы физикалық құралдар. Қазіргі заманда жаңа мен айтып кеткендей машина жасау саласында, яғни бөлшектер пішіндері күрделі болып келеді дедім. Бұрандамалы, яғни көп кілтекті біріктірулер деп айтуға осындай. Осы бөлшектер жарамдылығын анықтау үшін бүкіл өлшемдерін және беттер өзара орналасуын бірден бақылау қажет. Ол үшін бізде көбіне бақыланатын білікке сәйкес қапсырма калибр деп айтады ғой. Ал тесікке тығын калибрларды осылай орнатады. Егер олар өзара сәйкестенбейтін болса, онда бүкіл өлшемдері және беттері өзара орналасуы қате болады. Ал бөлшек жарамсыз болатын болса, бұл бақылау әдісі, яғни кешенді деп те аталады. Кешенді бақылау әдісі тек қана жарамды немесе жарамсыз деген жауап береді. Яғни жауап алынады деуге болады осылай. Себебі бұл жарамсыздық болатын болса, ол жарамсыздық себебі бұл жерде анықталмайды деуге болады. Сондықтан осы себепті анықтау үшін жеке элементті немесе дифференциалданған бақылау әдісін қолдануға болады. Яғни өлшеу кезде қолданатын өлшеу жабдықтарына байланысты құралдық, сараптық немесе жаңа эвристикалық және көбіне айтатынымызға органолептикалық деуге болады өлшеу әдістері болып табылады. Құралдық өлшеу әдісі бойынша автоматты немесе автоматты емес арнайы техникалық жабдықтарды қолдануға негізделген көбі. Ал жаңа айтып кеткендей сараптық өлшеу болатын болса, бұл сараптық өлшеу әдісінде бірнеше сарапшылар жаңағыдай мәліметтерді қолдануына негізделеді. Яғни бұл әдіс көбіне медицинада, өнерде, спорт салаларында кеңінен қолданады. Ал эвристикалық өлшеу әдісі бойынша, яғни интуиция деп аталады, соған қолдануға негізделген. Бұл әдетті қолдану кезінде өлшенетін мәндерді жұптап өзара салыстырады, одан кейін оларды нәтижелер ретінде осы бойынша орналастырады. Мынау алдарымызда тұрған, яғни құрал шкаласы, жаңа көрсетіліп тұрған құралдардың бетіне түсірілген бөліктер мен сандар аспап шкаласы деп аталады. Бұл алдарыңызда тұрған